Сәлеметсіздер ме? Менің атым Дмитрий Белянин. Мен бейнелер жасаймын, өлеңдер жазамын, интернетте түрлі сайттарда жариялаймын. Көрермендер мені сіз қандай әдебиет жақсы көресіз деп сұрауы мүмкін. Менің жақсы көретін ақындар, қазақ ақындар Абай Құнанбайұлы, Мұқағали Мақатаев, орыс ақындар Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Зинаида Гиппиус, ағылшын ақындар Уильям Шекспир, Джон Китс, американдық ақын Роберт Фрост, тағы да көп басқа. Жақсы өлеңдер жазу үшін мен классикалық өлең сөздер оқығанмын. Бартық әндер, орыс рок, орыс романстар және американдық фолк-рок әндер тыңдаймын. Мен Владимир Высоцкийдің, Александр Дольскийдің, Юрий Шевчуктың, Боб Диланның әндер өте қадірлеймін. Ал менің ұнатым романдардың мысалдары Илья Ильфтің және Евгений Петровтың «Бір қабатты Америка», Борис Пастернактың «Доктор Живаго», Джон Стейнбектің «Ыза шоғы», Герман Гессенің «Бисер ойыны», Эмили Бронтенің «Найзағайлы асу». Сонымен қатар балалық шағымда мен антиутопия жанрдың шығармалар оқығанмын. Мысалы, Олдос Хакслиның «Батыл жаңа әлемі», Рэй Брэдберидің «Фаренгейт бойынша 451 градус», Уильям Голдингтің «Шыбындардың әміршісі» және Джордж Оруэллдің 1984. Бұл романдар заманауи қоғам ойлануға мәжбүр етеді. Сондай-ақ маған советтік антиутопия фильм «Кинзадза» өте ұнайды. Болашақта мен кейбір шығармалар туралы пікірім жан-жақты айтамын. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Белянин. Я создаю видео и пишу стихи, которые публикую на разных сайтах. У зрителей может возникнуть вопрос, самому мне нравится какая литература. Среди моих любимых поэтов казахские поэты Абай Кунанбаев и Мұқағали Мақатаев, русские поэты Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Зинаида Гиппиус, английские поэты Уильям Шекспир, Джон Китс, американский поэт Роберт Фрост и многие другие. Для хорошего написания стихотворений я также обращаюсь к бардовской песне, русским романсам и американскому фолк-року. Я очень уважаю творчество Владимира Высоцкого, Александра Дольского, Юрия Шевчука, Боба Дилана. Пример моих любимых романов: «Одноэтажная Америка» Ильи Ильфа, Евгения Петрова, «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, «Гроздья гнева» Джона Стейнбека, «Игра в бисер» Германа Гессе, «Грозовой перевал» Эмили Бронте. Кроме того, я читал с удовольствием произведений жанра антиутопии, например, «Прекрасный новый мир» Олдоса Хаксли, «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери, «Повелитель мух» Уильяма Голдинга и 1984 Джорджа Оруэлла. Эти романы заставляют читателей задуматься о современном обществе. Также мне очень нравится советский фильм «Антиутопия» «Кинзадза». В своих будущих видео я расскажу подробнее свое мнение о некоторых вышеназванных произведениях.